Екінші сынып қазақ тілі 75-ші сабақ. Түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақта біз түбір мен қосымшаны ажыратамыз. Тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжай аламыз. 44-ші жаттығу. Суреттер бойынша әңгіме құрастыр. Қандай қысқы ойын түрлерін білесің? Саған қайсысы ұнайды? Бұл суретте балалар біз конький, шаңғы және шана ойындарын көріп тұрмыз. Әңгіме құрастырайық балалар. Бізге қыс мезгілі қатты ұнайды. Қыста қар жауып, біз далаға шығып, достарымызбен күнде ойнаймыз. Бүгін балалармен келісіп, конький, шаңғы, шана сияқты қармен ойнауға арналған заттарды алып шығып ойнадық. 45-ші жаттығу. Тақырыбына қарап, өлең мазмұнын болжап айт. Шынығу. Кереметін көремде таң қаламын төленге. Аяздада бұлағам шомылады өзенге. Көтерісіп керегін кейде менде еремін. Әппақ қармен арқасын ысып-ысып беремін. Талай жаурап тоңдымақ, күлім дейді ол бірақ. Шынық дейді балақай, болмас үшін бол бірақ. Жаздай мен де шынықтым, ағадан көп сырықтым. Асқаржан сәрсек. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Төленге, төлен түбір, ге қосымша. Қар мен, қар түбір, мен қосымша. Балақай, бала түбір, қай қосымша. 46-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Керекті сөздер: ғарышқа, жарысқа. Аяқ қайда апарады, ақыл қайда апарады. Аяқ қайда апарасың, жарысқа. Ақыл қайда апарасың, ғарышқа. 47-ші жаттығу. Тор көздердің ішіндегі әріптерден сөз құрастыр да келесі тор көзге орналастыр. Шаңғы, қайық, бәйге, жарыс. 48-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Ескекті есен, естен еседі. Ескекшілер есен, естен ескекті еседі. Қарамен жазылған сөздердің түбірі қайсысы, қосымшасы қайсысы? Ескекті, ескек түбір, ті қосымша. Ескекшілер, ескек түбір, шілер қосымша.